Саламатсыздар. Бүгін Инстаграмның актуальныйның обложкасын жасау үшін Canva деген приложениемен жұмыс істейміз. Мына плюс дегенді басамыз. Инстаграмның размерін таңдаймыз. 1080-де 1920. Енді осы парақшаның үстіндегі плюске басамыз. Міне жүктелді. Енді осы ақ светті басқа светке өзгерту үшін біз осы ақтың үстін басамыз. Галерея изображение свет деп шықты. Светті таңдаймыз. Мына жерде мына кез келген светті таңдауға болады. Өзіңіз ерекше басқа свет жасасаңыз да болады. Мысалы, жаңа қоңырды таңдағанымда әдемі болған, Енді осы светтің мына жерде нөмірлері жазылған. Соны егер обложкаңыз әрдайым бір түрлі свет болу үшін, сол нөмірді өзіңізге жазып алсаңыз болады. Мысалы, міне бүгін жасыл светті таңдайық. Енді бұған үстіне суретшілер жасау үшін плюс дегенді басамыз. Иллюстрацияға кіреміз. Мысалға, сізде сетевой маркетинг компаниясы болса, сізде машиналар, жаңағы сыйлықтар беріледі. Сол жайында айтқыңыз келсе, мысалы, сыйлықтың коробкасын пайдалансаңыз болады. Көптеген фигуралар бар. Мына жерде кейбір фигуралар тегінді, кейбір фигуралар ақылы. Сондықтан біз қазір тегін фигураларды таңдайық. Мысалы дейік. Сыйлық қорапшасын қояйық. Плюс иллюстрация дейді. Қорапшасы. Так. Оны өздеріңіз таңдай жатасыздар, мен мынаны қояйын. Бұл енді мына жасыл түстен жөнді көріп еткен размерін былай үлкейтесіз. Былай бұрсаңыз да болады, мысалы, міне бүйтіп. Размерінің несімен үлкейтсеңіз болады. Мына астындағы светті осы қалпында өзгертсек те болады. Мынандай. Немесе мынандай. Көбінесе біз қара светті онша таңдамаймыз, бірақ қара светте де әдемі көрінеді екен, Мынандай көк свет таңдайық. Міне, енді бұны сақтап қоюымыз керек, Хорошо. Ол үшін міне оң қолды жақтағы жоғарыдағы көк стрелканы басамыз. Сохранить как изображение или как. Можно как изображение. Заметкаға сақтаймын. Маған осылай ыңғайлы. Енді Инстаграм парақшаңызға өтейік. Инстаграм парақшасына өтіп, актуальныйға кіреміз. Менде актуальный таңдадық. Енді осыған обложка, редактировать обложка дегенді басасыз. Обложканы галереядан аламыз. Далее басамыз. Вот, готово.
мына жерге не деп жазсаңыз болады, обложка немесе сыйлық. Сізге пайдам тиген болса, осы